Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Дәулет Сейітбеков және Ұлытау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкілі Қалекеев Орынбасар Қозыбағарұлы. Орынбасар Қозыбағарұлы, қош келдіңіз. Қош келдік. Рахмет. Қазіргі таңда бүкіл әлемге үлкен үрей мен қорқыныш тудырып жатқан осы лудомания болсын, интернет алаяқтықты фактілері болсын, жалпы солардың алғашқы сұрақтарын бірін қойғым келіп тұр. Лудоманиямен күресудегі қазіргі таңда мемлекет тарапынан қандай тетіктер бар? Мысалы, букмекерлік кеңселер мен онлайн казиноларды жабу бұл проблеманы шеше ме, әлде жүйелі басқа қадамдар қажет пе? Тек букмекерлік кеңселер мен онлайн казиноларды жабу мәселені толықтай шешпейді. Өйткені олар жаңа форматқа көшіп, жасырын арналар арқылы жұмысын жалғастыра береді. Сондықтан интернеттегі заңсыз сайттарды бұғаттау киберполиция жаңа байланыс операторларымен бірлесе атқарылатын іс. Қаржы мониторингі арқылы күдікті төлемдерді қадағалау, ойыншыларды міндетті түрде тіркеу және жас шектеуін сақтау. Лудоманияға қарсы профилактикалық бағдарламалар, психологиялық көмек, түсіндіру жұмыстары, секілді жұмыстарды атқару қажет. Қазіргі таңда алаяқтық схемалар күн сайын түрленіп жатыр, әртүрлі өзгерістер болып жатыр. Осы орайда департамент оларды алдын алу бойынша қазіргі таңда бір жасанды интеллектті қолдана ма, әлде сол баяғы ескі тәсілдермен күресіп жүрсіздер ме? Жаңа технологияларды қолдану, алаяқтардың әдістері күн сайын өзгеріп отырады. Классикалық тексеру тәсілдерімен қатар заманауи технологиялар енгізіліп жатыр. Қаржылық операциялардың үлкен ағымдарын талдау және күдік байланыстары мен алаяқтық схемалардың автоматты анықтау, онлайн жарнаманы бақылау, қаржы пирамидалары мен жалған инвестицияларды әшкерелеу. Дегенмен бұл жүйелер әлі де пилоттық деңгейде толық ауқымды іске қосу жұмыстары жалғасуда. Сонымен қатар осы экономикалық қылмыстардың кейбірінде шенеуніктердің немесе мемлекеттік қызметшілердің қатысы болады деген әңгімелер көп тарайды. Бұл қаншалықты рас және ондай істерді тергеу кезінде қысымдар болмай ма? Шенеуніктердің қатысы және тергеу кезіндегі қысым өкінішке қарай кейбір экономикалық қылмыстарда мемлекеттік қызметкерлердің қатысы байқалып жатады. Бұл жемқорлықтың бір көрінісі. Мұндай істерді тергеу барысында қысымдар болуы мүмкін, бірақ арнайы уәкілетті органдардың орталық аппаратпен тікелей байланысы бар. Сондықтан сыртқы ықпалдарды барынша шектеуге шаралар қарастырылған. Қаржы пирамидалардың көбі неге әлі де көп адамның қармағына түседі? Оған заң жоқ па, әлде заң күшейгенімен халықтың алдау тәсілдері әлі де жұмыс істеп тұр ма? Қаржы пирамидалары неге әлі де жұмыс істеп тұр? Себебі негізгі басты себептері азаматтардың қаржылық сауатсыздықтарынан пайда болады. Олар енді оңай жолмен ақша табу мақсатында сенгіш келеді. Пирамидалар өзін заңды инвестициялық бизнес клуб ретінде көрсетеді. Психологиялық басқалар пайда тауып жатыр деген сеніммен еріп кетуі заң күшейгенімен алаяқтар да жаңа гибридті тәсілдерді ойлап тауып өздерінің заңды жоба ретінде өздерін көрсетіп отырады. Және ең соңғы сұрақ, осы қарапайым азамат өз қаржысын қорғау үшін не істеу керек? Жалпы банктік алаяқтық, жалған инвестициялар болсын, онлайн казино, қарыздар, бұлардың қайсысы қазір ең қауіпті болып тұр? Қарапайым азаматқа қаржысын қорғау жолдары бұл қазір ең қауіпті бағыттар. Банк алаяқтық, жалған қоңыраулар, SMS сілтемелер, онлайн қарыздар, бөтен адамның атына несие рәсімдеу, жалған инвестициялар, әсіресе криптовалюта жобалары,
Сонымен қатар не істеу керек? Мысалға банктік құпия сөздер мен кодтарды ешкімге айтпау қажет. Қаржылық ұсыныстарды тек ресми мемлекеттік тізілім арқылы тексеру қажет. Екі факторлар аутентификациялауны қосу, әлеуметтік желідегі күмәнді жарнамаларға сенбеу, ресми арналардағы ескертулерді ұқыпты орындау. Сол секілді және басқа да себептермен анықтауға болады. Рахмет, орынбасар Қозыбағарұлы. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Қымбатты көрермен, алаяқтықтардан арылып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.